Түн еді. Қара түннің де өзіне тән тыныштығы бар ғой, бірақ сол түні аспанда, далада бір түрлі ауыр тыныстайтын. Жол бойын торуылдап жүрген жалғыз қарашы Фудайл деген жас жігіт сол ауыр түннің бір бөлшегіндей көрінетін. Бірақ неге екенін кім білсін? Сол түні оның жанары бұрынғыдай оттай жанбады. Ішінде әлдеқандай белгісіз бір салқындық бар. Жақын маңдағы бір үйдің қабырғасына өрмелеп шықты. Әдеттегі ісі ішке түсіп, қалағанын алып кету. Фудайл қабырғаға жармасып тұрғанда, үйден бір дауыс шықты. Бөтен дауыс емес. Адамның жүрегіне тікелей тиетін бір әлди секілді қоңыр үн. Құран оқып жатыр екен. Адамдардың жүректері Алланы еске алудан жұмсармайтын кезі әлі келмеді ме? Деген аят естілді. Әуелгіде жай ғана дыбыс секілді еді. Бірақ бірер сәттен соң ол сөз Фудайлдың кеудесіне қадалғандай болды. Қолындағы арқанда, қолтығындағы ниетте босап кетті. Жасқанып емес, тітіркеніп емес. Бір түрлі ұялып, абыржып төмен сырғып түсті. Таң ата мешіттің есігін ашып кіргенде, іште бір қария шәкірттеріне әңгіме айтып отыр екен. Баяу, бірақ салмақты дауыс. Есіктен енген Фудайлды көрмегенде шығар. Бірақ айтқан сөзі дәл соған арнап айтылғандай болды. Адам қай жерде болмасын, Алла оны көріп тұрады. Одан ұялған жүректің жолы ешқашан адаспайды, деді қария. Фудайл тоқтап қалды. Өмір бойы қашып жүрген сөзді кездестіргендей болды. Қарақшының қолына қылыш емес, жүрегіне сәуле ұстатылған сәт еді бұл. Сол күннен бастап Фудайлдың жолы өзгерді. Жол торушы болған жігіт адамдардың жүрегіне жол тапқан ғалымға айналды. Каналға тіркеліңіз, жақындарыңызбен бөлісіңіз.